Ұлылар ұлағаты каналына қош келдіңіздер. Назарларыңызға ежелгі Қытай ойшылы, философ Конфуцийдің нақыл сөздерін ұсынамыз. Адамдар мені білмейді деп қапаланба, мен адамдарды білмеймін деп қапалан. Ең үлкен саясат – тәрбие. Қарағай күн суыған сайын қатая түседі. Қате деп түзелмейтін қателерді ғана айтамыз. Халықты күштеп тыңдатуға болады, оны білімге зорлай алмайсың. Аса ақылдылар мен аса ақымақтар ғана өзгермейді. Өмір бойы басшылыққа алып өтетін сөз бар ма? Бар, ол кішіпейілділік. Барлық ұсақ-түйек байқалады. Барлық құпия ерте ме кеш пе мәлім болады. Кемел адам кемшіліктің бәрін өзінен, бос адам басқалардан іздейді. Алысты көре білмейтін адам жанындағы пәлені де байқамайды. Сіздің қанша іс істегеніңіз маңызды емес, маңыздысы қаншалықты пайдалы болғандығында. Біз теңізге тамған тамшыдай ғана ақыл тыңдаймыз, есесіне оны шелектеп таратамыз. Жақсы адамды көргенде оған теңелу жайында ойланда, ал жаман адам көргенде өзіңді өзің зертте. Үндемеу ешқашан сатпайтын ұлы дос. Кеңпейілділікті таныту мүмкіндігі туып тұрса, ол жағынан ұстазыңызға да жол бермеңіз. Маған айтып берсең, ұмытып қаламын, көрсетсең, есімде сақтаймын, өзіме жасатсаң, үйренемін. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.